Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз қайталау, алгоритм, программалау. Оның ішінде while, for, range, break, continuum операторлар туралы ақпарат беріп өтеміз. Енді программалауда сіздер өздеріңіз білесіздер, жаңағы циклдың денесі деп, жаңағы оның бірнеше рет орындалу қажет болатын кодтар. Яғни бір рет орындалса, бұл итерация болады. Итерация дегеніміз ол цикл. Циклдің екі түрі болады Python'да қолданыста, бұл while мен for. Әзірше циклы бірінші есептің денесі шарт орындалады, одан кейін денесі орындалады екен. Әзірше шарт цикл денесі экранда көрсетіліп тұр сіздерде. Мысалы беріледі, k-ның мәні 0-ге тең, мысалы 0. Әзірше while деп тұр, әзірше оннан кіші ме? Я болатын болса, привет сөзін шығарады. Енді келесі итерация болу үшін 10-ға дейін. Онда k-ға бір мән қосамыз. Келесі жолы 1 кіші ме 10-нан? Онда привет. Сөйтіп 9-ға дейін орындалады, бірақ 10 рет шығады. Себебі ол 0-дан басталып тұр. Привет деген сөз. Келесі мына жерде сіздерде тұр, мынау кез келген мысалы 3 орын сан берейік. 3 орын сан егер сіздер 10-ға бүтіндей бөлетін болсаңыздар, бұл жерде итерация санын анықтайды, қанша рет болған. Итерация саны бұл жерде 3-ке жауап береді екен, тең болады екен. Мына жерде екі барлық дәрежені табу программы 1-ден 10-ға дейін сан беріледі. Яғни 1 10-нан кіші ме? Онда 2-ның 1 дәрежесі. Келесі жол k-ға 2-ның 2 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі. Яғни 2-ның дәрежелерін 10-ға дейін шығарып береді. Яғни 2-ның 10 дәрежесі қанша болатын шығарып береді екен. Келесі мына жерде параметр цикл беріледі. Бұл цикл for циклы. О жерде сіздер білесіздер, for деп отырғанымыз үшін элемент мысалы 1-ден бастап, in дегеніміз ол ішіне кіреді, тізбек қаншаға дейін, одан кейін циклдың денесі орындалады екен. 2 нүкте дегеніміз 10-да деген сияқты. Мысалы for циклдың жазылу форматы тұр астында. Енді бір мысал қарастырайық. Мына жерде i үшін 1-ден 10-нан бастап 10, 14, бірінші, екінші деген принтті шығарады. О кезде жаңағы тізбекте бізде қараңыздар сан да тұр, айнымалы бүтін сан да тұр. Яғни 10, 14, бірінші, екіншін шығарып береді екен. Мына жерде экранда сіздер тізбектелген жаңа range дегеніміз бұл аралық деген сөз. Яғни қай аралықта орындалады. Тізбек, ол тізбектің қажетті санға дейінгі қайталануын көрсетеді. Мысалы, қанша рет орындалып тұр, соны шығарып береді. Негізі цикл 0-дан басталады әрқашанда. Қолданушы оны 1-ден, 2-ден өзі білет қадамын беруіне болады. Мысалға экранда қараңыздар, экранда сіздерде мысал тұр. i үшін range n рет орындалады деген сөз. 0, 1-ден n-ге дейін. Мына сіздерде экран қараңыздар, мына жерде 1-ден n-ге дейін санның қосындысы. Айдың орнына бірінші істерген 1 келеді. 1-ді 0-ға қосады, одан кейін 2-ні қосады, 3-ті қосады, 4-ті қосады. Яғни 0-дан 5-ке дейін санның қосындысы 10 болады екен. 5 кірмейді. Есептің жауап шығады. Мына жерде сіздерде экранда қараңыздар, цикл қанша рет орындалады тұрады. k-ның мәні, мысалы 3-ке болатын болса, a-ның мәні 1-ге тең болса, цикл 0-дан басталғаннан k 0-ге тең, k 1-ге тең, k 2-ге тең, яғни 0-дан бастап 3 рет орындалса, аға 1-ден 3 рет қосады, сонда 4-ге тең болады. Тура сол сияқты, міне 3-тен 1-ге дейін. Мына жерде аралық қадам беріледі, мысалы -1 қадам секіріп отыру. k-ның мәні мысалы 3-тен басталады, 1-ге дейін -1 қадам арттан орындалады, 3-ге тең. For, мына жерде жаңағы айтып өттік, 14-тен 15, 16, 17 шығарады, яғни 14, 15 тізім ретінде цикл шығарып отыр. Мына жерде немесе for in range 14-тен 18-ге дейін шығар дейді. Екеуі де бірдей қызмет атқарады. Есепті қараймыз. Мына жерде мысалы кері шығару амалы тұрады. Жаңағыдай мысалы k-ның мәні, алғашқы мәні жаңағыдай 10-нан бастап 0-ға дейін -1 қадам. Яғни бірінші қайсы сан шығады?
10 чыгарады. 10'ның квадраты қанша? Дүзге тең. Одан кейін 9'дың квадраты 1-ге дейінгі амалдарды мысалы орындай береді екен. Бір қадаммен мысалы. Келесі мысал тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 шығып тұр. Яғни бұны қараңыздар, 1-ден 11-ге дейін дейді. 2 қадам секіреді. Бірінші 1 шығарады. Одан кейін барады да ол қадам секіргенде 2 қадам ол 3 шығарады. Ендеше 1-дің 2 дәрежесі, 3-дің 2 дәрежесі, келесі жол 5-дің 2 дәрежесі шығара береді екен. Тағы да бір мысал қарастырайық. Міне ренж 1-ден 11-ге дейін сандар, міне 10-ға дейін шығарады. Осыған қатты мұқият қараңыздар. Мына жерді қараңыздар, қапталмалы цикл беріледі. Қолдану үшін for i range 1-ден 45-ге дейін, k 1-ден i-ға дейін деп тұр. Бұл жерде жаңағыда бірінші цикл бір орындалғанда, екінші цикл бір рет орындалады. Егер сыртқы цикл 2 орындалса, ішкі цикл 2-ге дейін тағы 2 орындалады. Яғни 1-де 1, 2-де 1, 2-де 2 деген сол. Мына жерде сіздерде мысал тұр, яғни циклдан шығып кетуге болады. Мысалы, кез келген мән бересіздер. Егер мән жаңағыдай 0-ге тең болатын болса, x-тің мәні, онда 1 шығып кетеді. Ал егер де 0-ге тең болмаса, онда арқарты есептеу жүре береді екен. Тура сонда есеп беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.